Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында құйрық лағман дайындайтын боламыз. Лағмандарымыз өте дәмді болып шықты. Менімен бірге болыңыздар. Видеомды толық соңына дейін қараңыздар. YouTube арнама жазылмаған болсаңыз жазылып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Алдағы уақытта көптеген жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Ең алдымен салқын суымызға алдын ала дайындап алған тұзымызды салып, тұзымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Суымызды ыдысымызға құйып, қамыр илейтін үстіне алдын ала дайындап алған жұмыртқамызды салып, біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Және алдын ала електен өткізіп дайындап қойған ұнымызды салып, қатты қылып қамыр илейтін боламыз. Қамырларыңыз неғұрам қатты, біркелкі болып шықса, лагмандарымыз созғанда өте әдемі болып созылатын болады. Сол үшін қамырларыңызды өте қатты қылып, эластичный қылып илеңіздер. Дәл осылай дайын болды қамырларымыз. Дайын болған қамырымызды алып, пакетке салып, бір шетке алып қойамыз. Енді бетіне құятын подливамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін еттерімізді турап аламыз. Дәл осылай ірілеу етіп тураймыз. Пісуі оңай болу үшін арасын жұқалау етіп кесіп алдым. Және үстіне соевый соусымызды құйып, етімізді жұмсартып тұрады. Бір шетке араластырып алып қоямыз. Ол уақыт аралығында көкөністерімізді турап аламыз. Барлық қызыл, көк бұрыштарымыздың барлығын ірі етіп турап аламыз. Менде пекин қырыққабаты, қызыл полукорки переці, яғни жартылай ащылай бұрыш, жасыл тәтті бұрыш, сарымсақ, помидор, яғни қызанақ және сельдерей. Дәл өздеріңіз көріп тұрғандай осылай ірі етіп турап аламыз. Пиязымыз менде видеоға түспей қалыпты. Және пиязымызды да ірілеу етіп турап аламыз. Сельдерейіміздің жапырақтарын емес, сельдерейіміздің тек қана сабақтарын турап алатын боламыз. Ұзынша етіп осылай турап аламыз. Келесі кезекте сарымсақтарымызды майдалап турап аламыз. Қазанымызды отқа қойып, үстіне майымызды құйып, қызып тұрған майымызға етімізді салып, жақсылап ары-бері қозғап, суы тартылғанша қуырып аламыз. Қазанның қақпағын жауып қойыңыздар. Өзінің суыменен әдемі жұмсақ болып пісетін болады еттеріміз. Дәл осылай суы тартылғанша қуырып аламыз жақсылап. Суы тартылған соң үстіне томатымызды салатын боламыз. Мен салат салдым. Және қызанақтарымызды саламыз. Дәл осылай өздеріңіз көріп тұрғандай қызанақтарымызды салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Қуырып болған соң, пияздарымызды осылай ірі етіп турап аласыздар. Пияздарымызды салып, тағы да қуырып аламыз. Көп қуырудың қажеті жоқ. Кішкене тамақтың бетінде салғанда барлығы көрініп тұрған әдемі көрінеді. Сол үшін 3 минуттай, 2 минуттай қуырып алыңыздар. Тұздалмаған ет менде, сол үшін тұзымызды салып қуырдым. Татымына қарап саласыздар. Сельдерейімізді саламыз енді жақсылап. Капустамызды саламыз алдын ала турап алған. Көп уақыт қуырмайсыздар. 3 минут, 5 минут аралығында қуырып алыңыздар. Өйткені қатты қуырылмауы қажет. 3-4 минут өткеннен кейін бұрыштарымызды саламыз және сарымсағымызды қосып саламыз. Бұрыштарымызды да дәл солай ұзақ қуырмаңыздар. 3 минут, 5 минут аралығында қуырып аласыздар. Дайын болған соң өшіріп қоясыздар. Әрине еттеріңізді пісіріп болғаннан кейін көкөністерімізді салып қуырамыз. Енді қамырымызды алып, астына май жағып аламыз жабысып қалмау үшін. Дәл осылай қолымыздың икемімен үлкейтіп аламыз. Ешқандай оқтаудың қажеті жоқ.
Дәл осылай екі қолымыздың екеуіменен жақсылап үлкейтіп аламыз. Қамырларымызды алып, бір шетінен кесеміз осылай ұзынша етіп. Барлығын осылай кесіп аламыз қамырларымызды. Өйткені лагмандарымызды созғанға солай ыңғайлы болады. Дәл осылай арасына май жағып, барлығын ұзынша етіп, бір қалыпқа келтіріп, осылай дайындап аласыздар барлығын. Екі қолымыздың көмегіменен тек қана осылай жіңішке қылып созып отырасыздар. Ешқандай қиындығы жоқ. Қолдарыңызды кішкене майлап жіберіңіздер. Бір келкі етіп, барлығын қайтадан созып, жинап шығасыздар енді екі қолдарыңызға. Дәл осылай барлығын жинап аласыздар. Содан екі шетінен ұстап, жақсылап ұрып жібересіздер. Егер лагмандарыңызды тестасын қалың болған қаласаңыздар, қалыңдау, орташа болған қаласаңыздар, орташа қылып жасай бересіздер. Барлығын өз қалауларыңыз бойынша созып жасайсыздар. Тағы біреуін көрсетіп жіберейін. Дәл осылай екі қолдың көмегіменен шетінен бастап жая бересіздер. Бір келкі етіп барлығын осылай жайып шығасыздар. Дәл өздеріңіз осылай көріп тұрғандай барлығын жайып аламыз. Бір шетінен бастап алып, тағы да бір қайтарып көріп шығасыздар дағыны. Екі қолға жинап аласыздар. Дәл осылай. Дайын болған тестамызды бір-екі рет ұрып жібересіздер. Алдын ала суларыңызды қайнатып, тұзын сап қойыңыздар қазандарыңызға. Қайнап тұрған суға салып, 3 минуттай қайнатып аласыздар. Шанышқының көмегімен осылай кішкене қозғап жерсеңіздер, өзі әдемі болып ажырап кетеді. Бір-біріне жабыспайды, өйткені барлығына арасына май жағылған қамырларымыздың. Қақпағын жауып қойыңыздар міндетті түрде. Сол уақытта тез қайнап, бір келкі болып әдемі болып пісетін болады. Қайнап жатыр, өздеріңіз көріп тұрсыздар. 3 минут өткен кезде аласыздар. Жасалуы өте оңай, өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ұнап жатса пікір қалдырып кетіңіздер. Дайын болды тестамызды. Әр тестамызды осылай пісіріп алған сайын, кішкене майдан тамызып қойыңыздар. Сонда арасы жабыспайтын болады. Тамағымыз дайын болды. Тарелкамызға лагманымыз салып, бетіне подливасын құйып, ұсынып жей берсеңіздер болады. Сіздерге де ас болсын. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Қазақша контентті қолдап, пікір білдіріп отырыңыздар. Әрқайсыңыз пікіріңіз маңызды. Дәл осылай сіздерге де жасауға кеңес беремін. Менімен болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.